Сәлем достар, мен өзімнің қазіргі алып жатқан курсым жайлы қысқаша мәлімет айтқым келеді. Адам алғашқы қорқыныш, психотравма, установкалар қай кезден бастап қалыптасады? Ол туылғаннан кейін 7 жасқа дейін, көбінесе 3 пен 7 жас аралығында қалыптасады. Ол адамның миының даму бөліктеріне байланысты. Туылғаннан кейін адамда рептилді ми бөлігі дамиды. Ол көбінесе адамның ұйықтау, тамақ ішу деген сияқты функцияларына жауап береді. Одан кейінгі мидың даму бөлігі ол лимбикалық, қорқу, қуаныш деген эмоцияларға жауап береді. Бұл туылғаннан кейін 7 жасқа дейінгі дамитын ми бөліктері. Ал неокортекс одан кейін дами бастайды. Бұл ол саналы ойлау деген функциясына жауап береді. Сондықтан да мысалға осы 7 жасқа дейін алған сіздің әртүрлі установкаларыңыз, психотравмаларыңыз саналы түрде ойлау бөлігі дамымауына байланысты сізде осы установкалар сіздің өмір бойыңызға, кейінгі өміріңізге өте қатты әсер етеді. Ал менің мына өтіп жатқан курсымда осы сіздің алғашқы алған психотравмаңызды, установкаларыңызды, қорқыныштарыңызды анықтау арқылы, оны проработка жасап алып тастау арқылы сіздің өміріңізді жеңілдетуге болады. Бұл курстың ерекшелігі, оны дистанционно да өткізуге болады.